Сәлем команда, қазір сіздерге қысқаша өтіп өтейін, Инстаграмнан қалай парақша ашу керек. Play Market'тен Инстаграмды қондырып аламыз телефонымызға. Сосын Инстаграмға кіргенде осындай окошко шығады. Регистрация с электронным адресом или номером телефона дегенді таңдаймыз. Осы жерге өзіміздің номерімізді жазамыз. Бір телефоны номеріңізге 3 парақша ашуға болады бір телефоннан. Сосын сізге жаңағы жазған номеріңізге SMS кодпен келеді. Сол кодты мында жазамыз да далее дегенге басамыз. Ары қарай өзіміздің аты жөнімізді, сосын логинді жазамыз, сосын пароль жазамыз. Мысалы мен kenje.mukatana81 деп логинді осылай жаздым. Сосын профильге өз фотомызды қоямыз, добавить фото деп. Добавить фото деген басқанда осындай шығады. Выбрать из коллекции деп таңдаймыз. Сонда галерея шығады. Сол галереядан өзіңіздің фотоңызды саласыз. Мен өзімнің фотомды салдым. Енді редактировать профильге дегенге басамын. Сосын о себе деген жерге өзім туралы жазамын қысқаша. Мысалы, мама двоих детей, интернет-предприниматель, научу работать в интернете, путешествие деп, сосын міндетті түрде өзіңіздің номеріңізді қалдырып қойыңыз. Немесе команда жинаймын, үйде отырып, интернет арқылы жұмыс істеймін, қыз-келіншектерді шақырамын деп, өзіңіздің номеріңізді жазып қоясыз. Ары қарай, міне, статус деген осы, о себе деген жерге статус жазып қоясыз. Міне, менде статусым шықты, фотографиям тұр, Енді қалай фотография саламыз. Мына жерде Инстаграм парақшаны ашқанда астында плюсик деген жер бар. Сол жерге басқанда мындай галерея шығады, немесе фото-видео деп шығып тұрады. Галереяға басамызда өзіңіздің телефоныңызда қандай картинка бар, соны таңдаймыз. Сосын добавить подпись деген шығады. Мындай астына комментарий жазамыз, оны пост деп атаймыз. Мысалы, мен осылай жазам. Үйде отырып, балалардың қасында жұмыс істеймін. Осындай керемет мүмкіндік бар. Енді адамды қызықтыратындай ғып, сондай комментарий жазасыз. Міне, жаңағы фотом мында шықты. Енді подписка қалай жинаймыз, Мысалы, бір группаға кіреміз. Мына жерден лупаға басқанда, лупадан группаларды іздейміз. Мысалы, лупаға басқанда найти деген жерге, мысалы, қыздар, немесе женские сумки, женская одежда деп, кулинария, торты на заказ дегенге басамыз. Мысалы, сондай аккаунттарды іздейміз, қыздар қай жерде көп отыратын. Мысалы, мұнда женская обувь деген аккаунт шықты. Енді міне мына жерде подписчиктер өте көп. Осыған кіремді. Мына жерде қыздарға қарайым. Қыздар бар жерге подписаться дегенге басып, өзіме подписчик жинаймын. Осы жердерге қыз-келіншектерге подписка жасайсыздар. Немесе мына жерге подписчиктарға кіріп, сосын мына жерде найти деген шығады. Сол жерге Асель немесе Асим деп жазсаңдар, клиент мысалы Асель немесе Асимдер шығады. Соларға подписка жасап стайсыздар. Сосын ары қарай мысалы Айгүл деп жазып, Айгүлдер шығады. Соларға подписка жасап, солай да іздеуге болады. Енді Инстаграмдағы қандай жұмыс? Подписка істейміз. Сосын директіге сообщение жібереміз. Сообщение жібергенде, мысалы мен бір қыздың парақшасына кіремін, 3 нүктеге басамын. Отправить сообщение деген шығады. Осыған басамында, мына жерде осындай строка шығады. Сол жерге қысқаша сообщение жазамын. Мысалы, мен интернет арқылы сізге жұмыс ұсынамын. Күніне 4-5 сағат маған WhatsApp-қа хабарласыңыз, немесе өз номеріңізді қалдырыңыз деп, міндетті түрде өз номеріңізді жазып қоясыз, міндетті түрде немесе өзіңіз номеріңізді қалдырыңыз деп жазып қоясыз. Енді жұлдыздардың парақшаларына кіріп, солардың фотоларының астына комментарий қалдыруға болады. Мысалы, Қайрат Нұртастың аккаунтқа кіріп, міне суретін астын қараса, өте көп комментарий, 376 комментарий бар.
Енді сон арасында бізге де комментарий қалдыруға болады. Мысалы, сәлеметсіздер ме құрметті қыз келіншектер, сіздерді интернетте жұмыс істеуге шақырамын. Ақпарат алу үшін WhatsApp-қа хабарласыңыз деп, осылай мен сообщение қалдырып қоямын. Я енді қарасаңыз, комментарияның ішінде менің де сообщением тұр. Енді сізге жақсы жұмыс істеу үшін ең кемінде 3-5 парақша ашу керек. Енді парақшаны жаңағы мен айтқандай ашасыздар. Сосын 5 парақшамен бірдей жұмыс істеуге болады. Ол үшін өз парақшаңызға кіріп, үстіндегі мысалында 3 нүктеге басқанда, астына түсіп, добавить аккаунтқа басасыз. Добавить аккаунтқа басқанда, мына жерге осында окошко шығады. Келесі парақшаңыздың, ашылған уже парақшаңыздың логин мен паролін жазып, вход дегенге басасыз. Сонда өзіңіздің парақшаңызда мында үстінде сіздің логиніңіз тұрады, осындай 3 бұрыш. Солған басқанда сіздің жаңағы ашқан парақшаңыз бәрі шығады. Мысалы, менде қазір 3 парақшам ашылып тұр. 4-ші парақшаңыз болса, добавить аккаунтқа деп басасыз да, мынау плюсикқа, сосын логин мен парольді жазасыз. Бірақ бұл ашылған парақшаңыздарды кіргізесіздер. Мысалы, бір парақшамен жұмыс істеп, 200 подписка жасап, сосын келесі парақшама ауысамын. Келесі парақшамен 200 подписка жасап, 3-ші парақшама ауысам, солай кезекпен кезеп ауысып отырасыздар. Өте ыңғайлы, каждый парақшадан шығып, қайтадан кіріп, керек жоқ, осылай 3-5 парақшаның қатарынан ашып қойып, кезекпен кезек жұмыс жасайсыздар.